Сәлем достар, баршаңызға. Мен сіздермен бүгін өте дәмі ерекше болып шығатын салқын окрошка сорпасын әзірлеуді көрсетемін. Үй жағдайында өте оңай. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп, видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. Керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Барлығын осылай дайындап аламыз. Жуып, тазалап, картопымыз бен жұмыртқамызды жақсылап пісіріп аламыз. Суытып, бөлме температурасында. Қаймақ болса қаймақ қосыңыздар, болмаған жағдайда майонез қоссаңыздар болады. Керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Көкөністердің бәрін жақсылап, майдалап, туралап аламыз. Майдалаған көкөністер сорпаның ішінде көзге әдемі көрінеді және жегенге де ыңғайлы болады. Сондықтан осылай неғұрлым майда тураңыздар. Майонездің үстіне 2 жұмыртқаның сарысын үгітіп қосып қойдым. Шұңғыл ыдысымызды алып, терең ыдысымызды алып, рет-ретмен көкөністерімізді сала береміз. Редиска, қияр, шұжығымызды, картоп, жұмыртқа барлығын салып, жұмыртқамыздың сарысы мен майонезімізді салдық. Аскөгімізді қоссаңыздар болады. Кейбіреулері көк пияз қосады. Сондықтан мен аскөкті жөн санадым. Айранды дүкеннің айранын алдым. Осылай тұздығымызды салып, жақсылап араластырамыз. 2 минуттан кейін араласқан ингредиенттерге салқын газды суымызды құямыз. Жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып, салқын түрінде кез келген уақытта, аптап ыстықта тамақтың орнына осы тағамды салқын сорпа окрошканы дайындап іше берулеріңізге болады. Әрі пайдалы, әрі жеңіл көкөністерден жасалғандықтан баршаңызға ас болсын, дайындап көріңіздер.